Армысыздар, Қарашанақ телеарнасының тұрақты көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. 1 маусым балаларды қорғау күніне орай номер 1 бөбекжайда мерекелік шара өтті. 1930-1953 жылдары аралығында 40 миллионнан астам кеңес азаматтары репрессияға ұшыраған. Әсіресе бұл заңсыз жазалауға кеңес одағы құрамында болған барлық халықтар мен ұлттардың бетке ұстар интеллигенция өкілдері ұшыраған. Осы кезеңде қазақтардың 40%-ы қаза тапқан, ал Қазақстан аумағында орналасқан лагерлерге кәрістер, поляктар, еділ немістері, қырым татарлары, Кавказ халықтары және де басқа да ұлт өкілдері қоныс аударып келген. 31 мамыр күні мешіт имамдарымен жиналған жамағат ата-бабаларымызға Құран бағыштап дұға тілектерін арнаған еді. 31 мамыр кеңес үкімет құрамында болған елдер үшін ауыр жылдарды еске алып, ата-бабаға алғыс айтып, дұға тілейтін күн. Өйткені ел үшін еміреніп, халықтың көзін ашамын деп жүрген ұлт зиялылардың басым көпшілігін халық жауы деген атпен аттырып тастады. Елбасының жарлығымен 1997 жылдан бері 31 мамыр саяси қуғын-сүргіндерді еске алу күні болып бекітілді. Айтулы күнге орай Бөрлі аудандық мұсылмандар мешіті қуғын-сүргінге ұшыраған ата-бабаларымызға, олардың жұбайларына арнап Құран бағыштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Қасиетті Рамазан айында бүгін мешіт жамағатымен бірге арнайы бүгін қуғын-сүргіндерді еске алу күні болғандықтан марқұм ата-бабаларымызды, қуғын-сүргінге ұшыраған ата-бабаларымызды еске алып, арнайы марқұмдарға Құран бағыштап, жамағатпен бірге дұға тілек жасап жатырмыз. Өйткені бұл қуғын-сүргінге ұшыраған біздің ата-бабаларымыз бүгінгі біздің елімізді ойлап, біздің болашағымызды осындай бейбітшілікте, тұрақтылықта өмір сүрсін деген мақсатпен өздерінің жандарын аямай, өздерін құрбандыққа жіберіп, елім, жерімде өткен азаматтар болғандықтан біздер оларды ешқашан ұмытпай, артынан ұрпақтары ретінде Құран бағыштау міндетіміз болып табылады. Бөрлі аудандық мұсылмандар мешіті имамдарының айтуынша, ел үшін жанын қиған бабаларымызды жиі еске алып, олардың ерлігін, ұлтқа жасаған қызметін ұмытпау келешек ұрпақтың міндеті дейді. Біздер үшін құрбан болған ата-бабаларымыздың рухтарына, я Аллах Тағалам, қуғын-сүргінге ұшыраған ата-бабаларымыздың рухтарына арнайы Құран бағыштадым. Я Аллах Тағалам, олардың рухтарын шат-шадыман етіп, осы оқылған қасиетті Құран-ы Кәрім нұрымен нұрландырып, қабір азабынан сақтап, жайларын жәннаттан еткейсін. Раббана атина фид дуния хасана, ва фил ахирати хасана, ва қина азабан нар, бирахматика я архамур рахимин. Аллаху Мешітке жиналған жандарда ата-баба ерлігін ұмытпай, оны келешек ұрпаққа насихаттап отыру керек дейді. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи роббил аламин. Сансыз мақтау мен мадақ Аллаға шүкір етеміз. Пайғамбарымызға салауатымыз бен сәлеміміз болсын. Алланың рахметі жаусын оған. Робби, бүгінгі күн еске алып жатырмыз. Қуғынға түсірген 31 мамыр айы мына Қазақстан бойынша біздің ата-бабаларымыз кезінде, біз солардың ұрпақтарымыз. Мына алсақ Бөрлі ауданы, мына жақта Қызылтал жағында бір мейіт бар, сол жерде атқан оларды, имамдарды жинап, діндер адамдарды сол жерде. Бұл жерге енді белгі қойған, негізі еске алып тұрамыз біздер. Адам өмірден өтсе де, оның артынан жалғасын тауып, шапағатшы болатын, оның тірі кезінде жасаған жақсы амалдары артынан баратын дұға тілек екен. Ендеше мешіт имамдары мен жамағаттың жасаған дұға тілектері қабыл болсын.
Өтепберген Қарасай, Аянбек Амангелдиев, Алтынбек Исағалиев, Қарашығанақ телеарнасы. 1 маусым балаларды қорғау күніне орай номер 1 бөбек жайында концерттік бағдарлама оздырылды. Шараны бөбек жай ұжымымен бірлесе отыра достық үйінің қызметкерлері ұйымдастырып отыр. Балғындар кеш барысында әсем әндерін шырқап, жаттаған өлеңдерін оқыды. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай бөбек жайда өткен шараға тәрбиешілер, ата-аналар, оқытушылар, шақырылған қонақтар қатысты. Достық үйінің қызметкерлерімен бірлесе қолға алған шараның басты мақсаты балғындарға көңіл бөлу, олардың бойындағы сан түрлі өнерді көпшілік алдына шығару. Балалар біздің болашағымыз десек, олардың саналы әрі жан-жақты болып қалыптасуында балабақшалардың рөлі ерекше. Бүгінгі біздің бірінші бөбек жайымызда ұйымдастырылып отырған балдәурен кемесімен саяхат деп аталатын ертеңгілік өткізілді. Бұл ертеңгілік 1 маусым күніне арналған халықаралық балалар қорғау күніне арнап өткізілді. Бұл ертеңгілікті біздер дейтін достық үйімен бірге өткізілді. Ол достық үйінің директоры Мирас Алмұратовичтің демеушілігімен бұл ертеңгіліктерді балаларға қызықты етіп өткізген ойдамын. Ертеңгілік жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 3 тілдік Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың берілген жолдауларына байланысты біздерде 3 тілдік бағдарламасы бекітілген. Осы бойынша ертеңгілік 3 тілдікте қамтылды. Мерекелік кеште бөбек жай тәрбиешілері, оқытушылар балалармен бірге түрлі қойылымдар қойса, балғындар өз өнерлерімен ерекшеленді. Шара соңында достық үйінің директоры Мирас Алмұратұлы балаларды мерекелерімен құттықтап, сыйлықтарын табыс етті. Ата-аналар, құрметті осы тәрбиешілер, және осы Анна Исанованы басқаратын бірінші балабақша ұжымы, алдымен сіздерге алғыс айтқым келеді. Осы жасасаң балаға берсең балаға бер деген қазақта. Осындай үлкен мерекелік шараны ұйымдастыруға атсалысып, осы бірлесіп көтерілген жүзі жеңілдеген сіздермен бірігіп, осы үлкен балаларға бір сый құрмет жасап, бір көңілге сыйлайық деген уақытта сонымен бірге бізбен бірге осы үлкен шара ұйымдастырып жатқандарыңызға өте қуаныштымыз. Бейбіт күннің астында күн кешіп жатырған балғындарымыздың балалық шағы бақытты күндерге ұласа берсін. Өтепберген Қарасай, Аянбек Амангелдиев, Алтынбек Исағалиев, Қарашығанақ телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Алда әлем және ел жаңалықтары. 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын. Әр шаңырақта аты шулы ұл, иман жүзі қыз өсе берсін. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.